Hurmatlı tuğanlar, mana bugün Allah'ın buyruğu eken, nasip eken, mana bizden Batken şaharının, Batken rayonunun ayıllarından bir 35'ke жақын aşarçı kelip, kayırımlılık katары, sadaqa katары şu Азия Кайрымдылық фондунун президенти Урмат Ажымбатовна эжебиз куруп аткан мечиттин бүтүрүү иштерине келип салым кошолу, кайрымдуулук кылайлы, мына ушундай кыйынчылык мезгилде самоизоляциядан чыгып, элибиз аманчылыкта, элибиз жаманкычтан, элибизди аманчылыкта, жаманкычтарды сактап, эсен аман иштеп кетели деген жакшы ниеттер менен бүгүн биздин баткендик туугандар Ашарга келип отурат. Ашарга жөнөп атканда биздин мына жаңы жер айылынын фонд башчысы Камбарали, активисттер, андан кийин Баткен шаарынан келген айымдар, мырзалар бир демилге көтөрүшүп, баткендик туугандардын атынан бир кан чыгарып, жалпы Кыргызстандык ушу чет өлкөдө жүргөн мекендештер аман болсун, ошонун ичинде жалпы баткендик туугандар аман болсун деп бир кан чыгарып, кой союп, ушу Алладан бир ниет кылып кан чыгарып элибиздин амандыгын тилеп, елimiz bugün aşı Ашарға келгенче bir çakan Құдай өткөрүп атабыз. Илайым ушул ниеттерибизди Алла Таала кабыл кылган болсун. Ашарға келген туугандар силерге Алла разы болсун. Şu кылган бардык жакшылыктарыңыздар, кайрымдуулук садака иштериңиздерди Алла Таала кабыл кылып, şu Москва шаарынан кандай жакшы ниеттер менен келсеңиздер, Алла Таалам өзү сактап, жаман кырсыктардан, кокустук кырсыктардан, жаман илеттерден өзү сактап, аман эсен şu ниетибизди Алла кабыл кылып, жалпы Кыргызстандан келген мекендештер, ошонун ичинде Batkendік туғандар, Баткен облысының, Баткен районының, Баткен жеріне келіп туғандар аман есен іштеп келсін, Аллах насip етсін. Дағы бір жол сіздерге Алла разы болсын, кәм болыңыздар. Омин, Аллах акбар. Еме, ушул жерде урмат эже, ең аксакалы мына Закиров Эркинбай, Баткен шаарынын тургунун. Ушул аксакал катары бизден 1-2 жаш улуу, бир Эркинбай өзүң дагы бир коштоп койсуң, а? Омин шу кызган класстарыбыз шу жакшылыктарга буйрса, дайыма шуну бүтөн жерде жүрөбүз. Эсен аман ден суубуз жакшы болсун. Эсен аман үйүбүзгө жете алайык. Бардык ушундай бар жүргөн. Тапканыбыз баары жакшылыктарга, кылган иштерибиз жакшылыктарга болсун. Амин. Амин. Eri жұртымыз аман болсын. Ертеңіз қал болып сақ салмады. Енді істе қылайық туғандар, қоғлар. Сөй тұрғанын сөйлі, іш қыла тұрғаныңар бөлін. Матча сөйлеп қойсаң. Отырыңызға, месте-местеңізға бөлін берді. Бардыңар, құш келіпсіңер, балдар. Қылған иқсандарыңарды Алла Таалам өзі қабыл қылған болсын. Мақсаттарыңарға жеткілі. Өміріңар ұзын болсын. Қандай ой мақсатқа şu жерге келген болсаңар, осы ой мақсаттарыңарға Алла Таалам жеткізсін. Денсаулығыңарды берсін. Дайым жақсылықтардың үстінде жүргілі. Бала чақаңар менен ел жұртыңызға аман есен жетейді. Урматтуу туугандар, да бир момент болуп калды, айтып коюуга туура келип турат. Мына бүгүн мына Гүл эжебиз, биз Мурат деген үкөбүз менен кошуна жашайт экен, мына Броницада. Ушул клубда bir kança ming adam жашайт дедиңиз, мусулмандар? 77'te кожолук үй салып тур ушул жерде. Бүгүн мына эже келип туруп, бир жакшы ниет менен келип тур. Ушул жерде мына бул эженин келген максаты биринчиден мына Урмат эжеге ырашчылык билдиргени, экинчиден Кудай калса келечекте ушул жерде өзбек болобу, кыргыз болобу, тажик болобу, момун мусулмандарга бир кабырстан кылайлы деген демилге менен келип, эжеге жардам сурап шуну кылайлы деген максат менен келиптир. Эже Алла разы болсун сизге. Аябай жакшы. Кудай каласа бул эжебиз менен тааныштырып өтөйүн сиздерди. Бул эже Сузак районунан болот экен, өзүбүздүн өзбек туугандардан. Кудай каласа биз момун мусулман болгондон кийин, жалпы кыргызстандык болгонубуздан кийин биз өзбек болобу, кыргыз болобу, тажик болобу, түрк болобу, татар болобу, орус болобу, Кыргызстанда болгондон кийин бардыгыбыз ушуга Алла Таала биримдикти, бир туугандыкты Алла насip этсин. Рахмат эже, кам болуң. Sizlarga ham rahmat degan insonlarni Allohdan yo'qda qabul qilsin. Barchalarni Allohim o'zi panohida asrasin, yuzinglarni yorug' qilsin. Kim nima niyat qilsa niyatlariga yetsin. Farzandlarini rohatini ko'rsin. Çok rahmat, bardığınlara, hoş geldiniz de.
Bizler mana bugün Allah Taala'nın iyi günlerinde жақсы bir бақытты күн болып тұрады. Себеп бізден қайырымды insanlar, соғысты тойлаған insanlar бүгін бір соғыпшылық іс жасайлы деп, сол мына Раменский районындағы Азия қайырымдылық фонды құрып жатқан мешітке, мейірімді үйге келіп, ашаға келіп отырамыз. Тағы бір жол қош келдіктер. Осындай елі біз ушул мешітке ашаға бару темасы көтерілген мезгілде біздің Жаңыжер айылының ақсақалдары, Жаңыжер айылындағы Москвада жүрген активист балдар біраздан ішін ақша топтап, ішін ақша менен барып бір пайдалы іштер жасайлы деген мақсат болды эле. Ошондон кейін біз активисттермен кеңешіп тұрып, ошол жыйылған ақшаға bir kan çıkarıp, bana şunda kıyıcılık mezgilde elimiz amançılık çıkmat atты bir el Kudaydan bir жақсы niyetmenen suranıp, kan çıkarıp, Kuday kılıp bir жолу жалпы біздің баткендік туғандарға, анын içinde Жаңыжердик туғандар айылдаштарыбызга аман-есен иштеп кеткенин тилеп, bir koy alıp bugün koyup bir dua kılayak diye niyet boldu. Ошол mezgilde biz şu ideyаны көтөрүп, уюштуруп аткан mezgilde Баткен шаарынан bir kança aktivist жигиттер кошулуp, анда bir қайырымдылыққа қошқан, қайырымдылыққа ашарға келген біздің жігіттерге, айымдарға, туғандарға Алла разы болсын. Шул жасаған соққы іштері жаратқаннан қабыл болып, жамандық қырсықтардан, қоқыс қырсықтардан шу Москва-шарда аман-есен іштеп кетішін, ойлаған ниеттерін Алла Тағала ишке ашсын, Аллах насip етсін. Дағы бір жолы кам болыңыздар, ақыретте, өніп өсіп ақыретте нарқы дүниеде дағын сіздерге алақ болсын. Ләм болымын көріп, бақытты болыңыздар, кам болыңыздар. Қанчыбарлығымын ақсақалыз Закир Еркінбай бір ниет қылмен дуа берсін. Қасарығы шу жақсылықтарға бұйырсын. Дайымына шuna төрт көз түгі өтен жерде жүрөбүз. Есен аман үйүзгө кайтып кетейик шу. Кыламыз шу жақсылықтар болсын. Dileyim Allah kabul kılsın ha bizim Kudayışın çıkarganımızda. Barakallah. Jönünde oylap koyboy yaştık kezde Jürgön ekem bagıtı jok çoğun kemede Жалган сүйü arbab alıp sezimderdi Kulkmun özüm aylangan tekeberge O jaratkan senden surayın keçirimdi Astagfirullah dua kıldım geçir meni Senden başka dayanarım çok ekenim Attin kılam cahil bolup jürgön kezdi Allah'dan başkasına turgan zat yok Muhammed anın elçisi bizden peygamber La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Muhammed Resulullah Jaratkanın yazıp ıyık kitebine Davat aytıp uluktayımın bargan jerde Hakikatka joldoş bolup mından arı Akırettin jakşılığın unutpaylı
Men musulman atın Kırgız, elim Kırgız. Bu dünyadan ötkü çöktü mahabatsız. Yüreklerdi meres kılbay Rabbim Allah. Alatoda canı dursun çolpan yıldız. Allah'dan başkasına durgan zat yok. Muhammed anın elçisi, bizim peygamber. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Muhammed Resulullah.